Баршаңызға сәлем. Бүгін біз булочка дайындайтын боламыз. Қолдағы бар азық-түлікпен дайындауға болады. Алдымен каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазыңыздар. Рецебі төменде тіркеулі. Алдымен жылы сүтімізге қантымызды қосып, ашытқыны араластырамыз. Барлығы араласып, жақсылап еру керек. Осы сүтке електен өткізілген ұнымызды қою қаймақта етіп қосамыз. Ірімтік болса, ештеңе етпейді, ол әбден өзі еріп кетеді. Оны жылы жерге қоямыз. Шамамен 2-3 есе өсуі керек. Кен ыдысқа салып, жылы жұмыртқамызды қосамыз. Барлығын біріктіріп араластырып аламыз. Және қантымыз бен тұзымызды қосамыз. Қою массамыз әбден еріп біріккен кезде електен өткізілген ұнымызды 2 немесе 3 рет бөліп қосып отырамыз. Екі рет қосып болғаннан кейін бөлме температурасында тұрған жұмсақ майымызды қамырға бірге илеп бастаймыз. Қамырымыз өте жабысқақ болады, бірақ қорықпаңыздар. Соңғы рет қосып отырмыз, жақсылап тұрып барлығысын илеп жұмсақ қамыр жасаймыз. Қамырдың ыдысын бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Шамамен 2 есе көтерілу қажет болады. Орнымызды ұн сеуіп, қамырымызды соған жаямыз. Тік төртбұрышты етіп, ұзыннан қамыр жая бастаймыз. Дайын қамырға жұмсақ майымызды жағып, дайындай бастаймыз. Өйткені бізге қант пен даршынды жабысқаны жақсы болады. Міне қант пен даршын араласқан ұнтағымызды немесе көкнәрімізді себеміз. Екі шетін бір-біріне беттестіріп түйеміз. Үстінен тағы да бір рет оқтаумен басып шықсаңыздар да болады. Шамамен 5 сантиметр етіп, енін пышақпен кесіп шығасыздар да. Әрбір бөлікті 3-ке бөлеміз. Ақырындап булочкаларымызды өре бастаймыз. Видеодағыдай етіп жасасаңыздар, піскен кезде булочканың ерекшелігі байқалады. Алдында жаққан майдың арқасында біздің сепкен даршын, қант, көкнәріміз жақсы қамырға жабысып тұрады. Видеодағыдай етіп барлық бөлшектерді кесіп, түйіп шығамыз. Шамамен жарты сағатқа булочкаларымызды жылы жерге қоямыз. Яғни біздің булочкаларымыз жақсы көтерілу керек. Көтерілген булочкаға бір жұмыртқаны жағып шығамыз. Пешімізді 180 градусқа етіп қыздырып, дайын болғанша пісіреміз. Булочкамыз өте керемет шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.